Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен ғана озады. Одан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақмақтық. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болмақ. Баланың мал табары болады, мал шашары болады. Иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босамас буын керек. Тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады, ұялмайтын нәрседен ұялады. Тура жолдағыны шатастырушы 100 кісі, қисық жолдағыны түзеткен бір кісіден садаға кетсін. Адам баласының бойындағы мінезінің ең жаманы талапсыздық. Еңбек қуаныш, жалқаулық айырылмас азап. Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артық. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ. Нәпсінің қу мінезін тілді үйренеді. Өзімшілдік адамды бұзатын пиғыл. Пайда, мақтан, әуесқойлық, шайтан ісі. Еріншектік күллі дүниедегі өнердің қас дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан туады. Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Асығыс түбі өкініш. Жасанды кішіпейілдік жақсы мінез емес. Ұят деген адамның өз бойындағы адамшылығы. Адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Егерде мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың төресі сол. Көрсе қызарлықпен, жеңілтектікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің меріктігі бұзылады. Қайғысыздың бәрі асау. Бір қайғыны ойласаң, 100 қайғыны қозғайды. Бір қылығың жағып, күнде жақсы болмайсың. Еңбексіз мал дәмету, қайыршылық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. Көп айтса көнді,
жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның. Назарларыңызға рахмет.